Ләззат Әлдибайқызы, мектепте мұғалімдіктен зейнеткерлікке шықтым, жасым 61-де. Осы зейнеткерлікке жақындап қалғанда өзіме бір жаңағында ізденістер, ағзама бір дәрумендер ішсем деген көп ойда болып жүрген едім. Аяқ астынан осы әріптестерімнен Ричинс компаниясының табиғи өнімдері бар, жақсы көмектеседі дегенді естіп, соны қолма-қол 22 қарашада осы әріптестер арқылы қолым жеткізіп іше бастадым. Ол өнім Рич детокс пенен фульвагумин премиум және янтарный емес, үшіншісі жаңағы люкс болды. Осы екі өнімді екі уақыт араластырып іштім, жаңағы қосып өзінің дозасы менен. Бұның жеткен нәтижем не болды десеңіздер, 2 айдан кейін жаңағы давлением менің учетта болатымын, қан қысымы жоғары, және бауырым, бүйрек, тамақтар іше алмай, құсып, кішкене лоқсып, солай болып жүретін. Соң 2 ай ішкеннен кейін, мұны 1 ай ішкеннен кейін 23 декабрь күні зейнеткерлікке шығатын күні тура аяғымды бір есікке 4-ші шынтағымды ұрып ап, қатты ауырдым, бірақ аяғымды киіп алып, тойладым. Ол жазылды ма, жазылмады ма, дәрігерге де бармадым, сол қызықтап жүре бердім. Бұндай тойдың қызығы менен сонда. Бірақ қана дәрумендерімді ішуді тоқтатқан жоқпын. Солай болды. Енді тойдан кейін де бұны ішкеніме 1 ай, ақырын бір қуанышпен мектептің кафелінде жайқалып бір келетқанда, сөйтсем су екен, шалқамнан құлап түстім жаңағы жерде. Шүйде мен құладым. Енді кеткен шығарым, бітті енді. Мозгосотрясение алдым ба деп. Сол арада бір мүшел жаспа, білмеймін, осында 2 жағдайға душар болдым. Одан кейін енді мен тексерілейін дәрігерге барып деп, жаңағы ұшып алғаннан кейін 24 күннен кейін барып дәрігерге бардым. Рентгенге түсірсем, жаңағы аяғым, шынтағым сынған перелом екен. Перелом екен, ол перелом сіздің бақытыңызға қарай жақсы бітіпті деді. Ортасына жаңағындай сүйектер, ет бітпепті деді. Оған бір қуандым, бұл Алланың көмегі. Бірақ іштей, шында да мен 61 жасқа келгенде өзім жаңа дәрумендер іздеп жүргенде осы бірде көмек болды ғой деп те ойладым. Одан кейін енді жаңағы алдында давлением көтеріліп неғып жүрген, соң барып өлшеттіп, неғылдым. Кеше барсам, барлығын тексеруден өткіздім. 160-тан 130-ға түсіпті. 160-тан 130-ға түсіпті, шүкір. Қанымды тапсырдым. Қанды тапсырғанда сіздерге өтірік маған үшін, мұнай саусағыма ине тыққанда қан шапшып кетті бұлай. Шапшып, қан алушы кісі қолыңызды барып жуып келіңіз деп сөйтті. Тапсырып кеттім. Мүнген жаңа дәрігерге, врачқа барған кезде өзі ауырып отыр екен. Апай, сіздің қаныңыздың бәрі жақсы болыпты. Өткенде бір іштім деп едіңіз ғой, не іштіңіз деп сөйтті. Осы қазақстандық өнім фульвагумин мен Рич детоксты қосып іштім дедім. Оныңдан қалаймыз. Енді сізге қауіп туғызып тұрған жаңағы бүйрегіңіздің несі деді, бүйрегіңіз. Енді сол келешекте осы бүгін соған келдім, өзім жаңа жазылдым деп отырмын ғой. Қуаныштымын, рахмет. Тағы да бір айта кететін жайт. Жаңағы мен немерем, өзімнің 5 жастағы немерем туа салысы менен жаңағы біраз суық тертіп ауыртып алдық та, 3-4 айдан дәрілерді көп қабылдадық. Бронхит болды, пневмония болды. Үйсінген дәрігерлер айтты бұны. Теңіздің жағалауында жаңа бронхысы жақсы жетіледі деді. Қызым Аланиядан үй алды да теңіздің жағалауында 3 ай жүрді. Ол жылы кезінде жақсы болды да, о жақта да суи бастаған кезде о бала қайтадан жаңа пневмониясы көтерілді. Жақында бір 8 күн бұрын ұшып келді. Онан кейін жаңағы Жұмабек Рамазановичтен біз сұрадық, осындай 5 жастағы балаға пневмонияға берсек қайтеді деп едік. Ол жаңа Рич детокспенен жаңағы фульвагуминді 1 чайный қасықтан беріңіз деді. Оның біреуге өтірік шығар, мақтап тұр дейтін шығар, бірақ қызым жаңағы врачқа жазылып қойған, баруға самолеттен ұшып кеп шаршады да, соны бере бастады.
бір апта берді, мына жер сілкінгеннен кейін 7-8 күн болды ғой, олар жұмыстар Астанада болатын ұшып кетті жаңағы. Сырылы да кетті, несі де кетті, өзі ауырып келген, жаңа сифазолин салдырған, пенсилин салдырған, кетпеген ғой. Ананы ішкеннен кейін өздері бір риза болды. Мен енді осы 2 өнімді пайдаландым. Енді келешекте бүткіл жанұяма тағы да алып пайдаланудамын. Рахмет тыңдағандарыңызға.